тақырып квадрат теңдеудің түрлері, түбірлерін қалай табуды өтеміз. Квадрат теңдеудің 3 түрі бар. Бірінші, толық квадрат теңдеу. Толық квадрат теңдеу, толымсыз квадрат теңдеу. 3 түрі бар дедім, және келтірілген. Келтірілген квадрат теңдеу 3 түрі бар. Толық квадрат теңдеудің жалпы түрі былай мөлшерленеді екен. А, Б, С кез келген сан. Яғни А, Б, С-ның орнында кез келген сан тұра береді екен. Яғни А, Б, С сандар. Мысал келтіретін болсам, мысал 3х-тің квадраты 4х азайту 9. Коэффициенттерін ажыратайықшы, яғни А, Б, С-ны ажыратайықшы. А қаншаға тең? 3-ға тең. Б 4-ге тең. С 9-ға. қандай 9? -9. -9-ға тең. Түсінікті ғой, бұл толық квадрат теңдеудің жалпы түрі. Яғни не істедік? Коэффициенттерін ажыраттық. Ал енді толымсыз квадрат теңдеу қалай болады? Толымсыз квадрат теңдеу. Толымсыз квадрат теңдеуде А міндетті түрде 0-ге тең емес болу керек. А шарт сондай. Себеп қараңдаршы, А-ның орнына 0 қойсақ, 0 мен х квадрат көбейтіледі де қанша болып кетеді? 0 болып кетеді. Сондықтан бізде шарты қандай? 0-ге тең болмағандықтан. Ол квадрат теңдеу шығу керек, міндетті түрде. Мынау 0-ге тең болып қалса, бізде не қалады? Өзіміздің бастауыштан келетқан теңдеуіміз болып қалады ғой, мысалы 4х қосылған 9 деген сияқты. Ол квадрат теңдеу емес, ол сызықтық теңдеу. Бізге квадрат теңдеу болу үшін міндетті түрде қандай шарт қояды екенбіз? А 0-ге тең емес, Б 0-ге тең болсын осы жағдайда. Б 0-ге тең болып кетті. 0-ді х-ге көбейтеміз, қанша немен не қалады? А х квадрат қосылған дұрыс па? АХ қосылған, АХ квадрат қосылған сан. Мысалы жазайық. Мысалы ал А қаншаға тең? -4. Б осыда бізде 0-ге тең, не бар? С 3-ге тең. Осы жағдайда айтайыншы. С бізде бос мүшел.